Сәлем достар, бүгін сіздермен шаш күтімі жайлы айтамыз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыздар. Шаштың түсуіне қарсы қандай тағам ас мәзірінде болғаны абзал. Шаштың жағдайын жақсарту үшін қандай дәрумендер қажет екенін біле отырып, сіз диетаны дұрыс жасай аласыз. Сүт тағамдары: сүт, қаймақ, май, кілегей, ірімшік, сүзбе, олар ағзаңызда А, В2, В3, В5, В7, В9, В12 витаминдер кешенімен қанықтырады. Балық құрамында пайдалы дәрумендер бар: А, В2, В5, В6. Ет шаш үшін пайдалы емес, оның В3, В5 дәрумендерінің жетіспеушілігін өтеу үшін қолдансаңыз болады. Ішінде шошқа еті құрамында В1, В6, В12 дәрумендер бар. Сиыр еті В12 дәруменіне бай. Ішінде сиыр еті мен тауық еті құрамында А, В2, В5, В6, В7, В12 дәрумендері бар. Диетаның қанық болуы маңызды. Көкөністер мен жемістер: шашқа арналған дәрумендер осындай жемістерде кездеседі. Авокадо, цитрус жемістері, қауын, өрік, киви, алма, шабдалы. Шашқа пайдалы көкөністер: сәбіз, қырыққабат, қызыл бұрыш, қызанақ, брокколи. Сонымен қатар диета болуы керек дәнді және бұршақты дақылдар, жаңғақтар, құрма, бал. Жоғарыда айтылған ақпараттарға мән беріп, күнделікті өмірде үй жағдайында пайдаланған жөн. Сіздермен бірге Адамант тағам каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.